міне Евразиялық халықаралық кітап көрме жәрмеңкесі басталды. Бүгін бірінші күн. Байқап отырсаңыздар, халық өте көп. Байқамшы студенттер, оқушылар, жаңа бірнеше секунд бұрын бұл жерде ешкім жоқ болатын. Қазір міне бәрі кеп ұйымдастырып әкеле жатқан болу керек. Негізі қазір кітаптардың бәрі электронды вариантқа көшті ғой. Халықтың түсінігінде кітап оқылмайды деген бір қасаң қағида қалыптасқан. Мен ойлаймын, ол қате деп. Өйткені кітапты қолыңа алып, оны иісін сезіп, өзің қиял ғажайыптарыңа еніп деген сияқты олай оқу мүлде бөлек. Мен мысалы өзім үйімде телевизор болған жоқ, тек қана кітаппен өскен адаммын. Барлық жаңағы мультфильмдерді, атақты кинолардың бәрін мен тек кітап арқылы танимын. Ең ақыр аяғында Буратиноға дейін мен тек кітап арқылы оқығам. Ана жерде міне ең көп оқылатын кітап тұр, Әзілхан Нұршайықов ағамыздың «Махаббат қызық мол жылдар». Хит қазір қай ғасырда осы жастар арасында да, үлкен буын арасында да ең көп оқылатын кітаптардың бірі. Әзілхан ағамыздың «Ақиқат пен аңызы» тұр, «Абай жолы» тұр. Дәстүрлі түрде өтетін Eurasian Book Fair атты 5-ші кітап жәрмеңкесіне келіп тұрмыз, халықаралық кітап жәрмеңкесіне. Мен өзім болмаған балаша кітабымды жаңа сағат 12-де қолтаңба сессиясын өткіздім. Біраз халық жиналды, біраз кітап сатып жүрдім қазір былайша айтқанда. Керемет кітап мерекесі болып жатыр. Қатты қуаныштымыз келгенімізге. Экспо өте қызықты өтіп жатыр, өйткені халық көп, біріншіден көңіл толтырады, екіншіден мына жерде бір шама ақын жазушыларды көрдім, жазушылар одағының тең жартысы осы жерде жүр, кітаптар сатылған, әркім өз керегін тауып мәре-сәре болып жатыр, сондықтан кітап өлді деген адамдар өте қатты қателеседі. Бүгін біз соның куәгері болдық.